Тобықтының игі жақсылармен әңгіме дүкен құрып отырған абайға қасындағылар: осы абай аға керейдің бір жұдырықтай шалы бегеш келсе, бізді елеп ескермей барынтаңыз сол кісіге ауып кететін несі деп өкпелей қызғана сұрақ қойыпты. Сонда абай: бегештің жөні бөлек, ол жанып тұрған от қой депті. Сөйтіп отырғанда ас алдарына келіп, енді ет турала бергенде абай табақтас қасындағы кісілерден астың алды не, арты не деп сұрапты. Сонда отырғандардың біреуі астың алды бас, арты жамбас депті. Екіншісі алды туралған ет, арты сорпа деп әр түрлі жауап айтады. Сол кезде ауылға бегеш келіп түсіп жатыр деген хабар абайдың үйіне де жетеді. Ассалаумағалейкум деп кіріп келген бегештің сәлемін алған соң абай оң жағынан орын беріп, асқа отырғызады да: беке, осы астың алды не, арты не деп сұрағын қайталайды. Ой, абайжан, сонда білмейсің бе? Астың алды бісміллә, арты Аллаху әкбар емес пе деген екен. Шал Құлекеұлы. Бір жігіт бар, құр жан, бір жігіт бар, тірі жан, бір жігіт бар, жігіт жан. Құр жан дейтін жігіт кеудесінде жаны бар, еш нәрсені бітірмейді. Тірі жан дейтін бар тапқанын киіммен асқа салар. Жақын көрген досын жатқа сатар. Қызыл белбеу шоңқима етік үкі тағып, әркімді бір сықақ қылар. Жігіт жан дейтін жігіт 8 қырлы, бір сырлы болар. Ертеде Тәшкент ұлығы Нарымбек Досболдан: жылқыға қандай мақтау айтар едің деп сұрапты. Сонда Досбол: жылқының үсті жел, сүті ем, мінсең тұлпар, ұшсаң сұңқар, жүрісі дүлдүл, қылы шылбыр, еті бал, қазы қарта жал, терісі киім, тұяғы бұйым деп тақпақтай жөнелген екен.